тақырыптан сабақты жалғастырамыз. Тәуелсіздіктің терезесі тең. 1996 жылы Шанхай бекітістік деп атаумен құрылған халықаралық ұйым құрылтаушы болып алдымен Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей және Қазақстан кірген. Бүгінде бұл ұйымның әлемдегі беделі айтарлықтай жоғары. 1996 жылы 16 желтоқсан айында Алматыдағы республика алаңының Қазақстан тәуелсіздігінің 5 жыл толуы құрметіне тәуелсіздік монументі ашылды. Жалпы бұл өнер туындысының әр бөлігінің айтарлықтай тарихи мәні бар.